Сәлем достар, біз бүгін сіздермен қысқаша жүрек туралы талқылайтын боламыз. Жүрек ол автоматизммен жұмыс жасайтын мүше, ол бүкіл организмді қан айналымымен қамтамасыз етіп отырады. Екі қан айналым шеңбері бар, үлкен және кіші. Өкпе венасы арқылы, бірақ оның ішінде артерия қаны болады, сол жақ жүрекшеге қан келіп құяды. Сол жақ жүрекшеден митральды клапан арқылы сол жақ қарыншаға қан өтіп, ол жерден аорта арқылы үлкен қан айналым шеңбері басталады. Осылайша бүкіл перифериялық аймақтағы тіндерге қандар жеткізіліп, капиллярлар арқылы веналарға өтеді. Жоғарғы және төменгі қуысты вена арқылы оң жақ жүрекшеге қан келіп, ол жерден үш жармалы қақпақша арқылы оң жақ қарыншаға қан өтеді. Осылайша оң жақ қарыншадан кіші қан айналым шеңбері басталады. Негізі кіші қан айналым шеңберін өкпелік қан айналым деп те атайды, себебі ол өкпеде газ алмасу процесі жүреді. Осылайша екі қан айналым жүзеге асады. Сіздермен бірге болған Гүлбану Ғаниқызы. Келесі видеода кездескенше, егер сіздерге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.